Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы пәтер жалдасаң. Сабақтың мақсаты публицистикалық стильдің ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, шағын мақала жазу. Мәтінде тыныс белгілерін дұрыс қолдану. Сабағымыздың жаңа сөздері: мұқтаж, қолжетімді, тұрғын үй, қамтамасыз ету, қадағалап отыру, төменгі пайызбен несие беру. Қайталаңыздар. Ой қозғау. Төменде берілген сұрақтарға жауап беріңдер. Ерболат Әбікенұлының қандай шығармасымен таныстыңыздар? Әңгіменің идеясы қандай? Халықты пәтермен қамту мәселесі бойынша елімізде қандай бағдарламалар жүзеге асуда? Сұрақтарға дұрыс жауап бере алғандарыңа сенімдімін балалар. Біз бүгін баспана мәселесі тақырыбын әрі қарай жалғастыратын боламыз. Сабағымызда көтерілген мәселе бойынша шағын мақала жазуға үйренеміз. Балалар, бүгінгі сабағымызда публицистикалық стильдің бір түрі мақаламен және мақаланы жазу талаптарымен танысамыз. Мақала маңызды мәселелерді көтеретін шағын көлемдегі публицистикалық туынды. Мақала 4 түрге бөлінеді. Бас мақала заманымыздың негізгі бағытын, үкіметтің алға қойған саяси, шаруашылық, мәдени міндеттерін түсіндіріп, іске бағыт береді. Проблемалық мақала шешуді, тексеруді, зерттеуді қажет ететін теориялық және практикалық мәселелерді көтереді. Насихаттық мақала ғылым, техника, өнер жаңалықтарын заман талабына сай бүгінгі өмірдің практикалық міндеттерімен байланыстырып отырады. Публицистикалық мақала қоғамдық, әлеуметтік және саяси маңызы зор оқиғалар мен құбылыстарды дәуір тынысын көтеріңкі үнмен, көркем тілмен баяндайды. Мақала жазудың да өзіндік талаптары болады. Біріншіден, тақырып таңдау. Мақала авторы нақты қарастыратын мәселені басшылыққа ала отырып, соған орай тақырып таңдайды. Біздің бүгінгі сабақта қарастырып отырған әлеуметтік мәселеміз жастарымыздың баспанаға мұқтаждығы. Осы мәселе бойынша біз тақырып таңдап мақала жазатын боламыз. Екіншіден, мақаланы негізгі фактілерге сүйене отырып жазу керек. Үшіншіден, мақаланың құрылымын сақтау шарт. Төртіншіден, бір сөйлем 6-7 сөзден тұруы керек. Бесіншіден, мақала жазғанда оның стилистикасы мен тыныс белгілеріне назар аудару қажет. Бесінші тапсырма. Мәтін бойынша берілген кейіпкерлердің жан дүниесіндегі құбылыстарды білдіретін сөз тіркестері мен сөйлемдердің мағынасын бір-бір сөйлеммен түсіндіріп жазыңыз. Айналма сұрақтар. Ерболат Әбікенұлының пәтер іздеп жүредік әңгімесінің идеясы қандай? Автор жастар проблемасын қалай көрсеткен? Бүгінгі таңда жастар үшін баспанадан басқа тағы қандай проблемалар өзекті? Жетінші тапсырма. Сендерге, егер сіздің қолыңызда шексіз билік болса, жастардың пәтер мәселесін қалай шешер едің деген риторикалық сұрақ қойылған. Бұл сұраққа жауап беру үшін егер мен премьер-министр болсам деген сөйлеммен бастайық. Біріншіден, мен деп бастап, төменде берілген көмекші тірек сөздерді пайдаланып, өздерің атқаратын іс қадамдарыңды қарапайымнан күрделіге қарай сатылап сөйлем етіп жазыңыз. Төменде берілген 3 тезисті жақша ішіндегі сөз тіркестерін таңдай отырып аяқта. Әр тезиске бір дәлелден келтіріп айт. Балалар, бүгінгі сабақта сендер мақаламен, оның жазу талаптарымен таныстыңдар. Осы мақала жазуға жеткізетін түрлі тапсырмаларды да орындадыңдар.
Бүгінгі жазатын мақаламыздың ортақ тақырыбы баспанасы жүрген жастар мен жас отбасылардың мәселесі. Осы ортақ тақырыптан өздеріңе жеке мақала тақырыбын шығарыңдар. Мақала жазғанда мынаны ескеріңдер. Мақала жазу талаптарын ұстаныңдар. Шағын мақала көлемін 10-15 сөйлемнен асырмаңдар. Жазған мақалаларыңды әлеуметтік желі арқылы мұғалімдеріңе ұсынып, кері байланыс алыңдар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.